Қала келсең, сола кетесің. Бір күні көршінің үйінен келген апамыз үйге күрсіне кіріп, атамызға әбден бекіп алыпты, кеткелі жатыр деді. Атам біраз отырды да асықпай қозғалды. Көрші үйге тартты. Апам түнсіз қала берді. Біз баламыз. Атамның ізінше әлгі үйге ентігіп кірдім. Көршінің әйелі жылап жүр, киімдерін жинап жүр. Екі баласын киіндіріп қойыпты. Атам кіріп барғанда сәлем салған келіншегі: ата, айтпай-ақ қойыңыз, неге келгеніңізді түсіндім. Мен енді төзе алмаймын, болды. Қанша шыдадым. Өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Енді мені тоспаңыздар. Кетем дедім. Кетем деп сумкасының аузын сыдырып жатыр. Сонда атам: қарағым, жөн деп біраз отырды да келіншекке: қарағым, осы сен осы үйге келгенде нешеу едің деп сауал қойды. Келіншек жауап бергісі келмесе де атамнан еменіп: мір өзім деді. Ендеше қала келсең, сола кетесің. Аннаға екеуін шешіндір, руы бөлек өзге өлетке жәутеңдетпе. Мұнда да ел бар, аштан өлмейді, көштен қалмайды. Өз жұртың ішінде өссін, ата дәстүр солай деп сөзін салмақтап аяқтады. Сонда не болды дейсіздер ғой. Келіншек өкіріп жылап, екі баласын бас салды. Мен бұларды тастап қайда кетем, ата? Бұлар менің қолға жүрегім ғой, деп киімдерін киіп, томпиып тұрған екі баласын құшақтап отыра кетті. Жылап отырып екі баласын шешіндіре бастады. Атам: Алла разы болсын айналайын, Алла жарылқайды сені, деп бетін сипады да шығып жүре берді. Кейіннен бір отырыста қазір әже болған сол келіншектің есіне сол оқиғаны түсірдім. Әлде қашан дүниеден өтіп кеткен атама ризашылық айтып, сол екі баланы құшақтап отырған қалпымда қалып қойдым ғой. Міне содан әлі отырмын деп басын шайқап қойып мәз боп күледі. Қайда бұл күнде екі баладан кейін тағы 4 бала тауып, отбасы ордаға айналып, үлкен әулет болған.